Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ера кино арнасы. Мен бүгін сіздерге 2008 жылы шыққан фантастика жанрындағы Айдаһар аулаушылар мультфильміне қысқаша шолу жасап беретін боламын. Мультфильм басталмастан бұрын арнама жазылып, қасында шыққан қоңыраушаны қосып қой. Және де видео барысында кішігірім жарнама достар, менің Минур кино деп аталатын екінші арнама жазылып кетіңіздер. Ол жерде қызықты кино шолулар шығып тұратын болады. Ол арнаға сілтеме экранның оң жақ бұрышында шығады. Линчудың кішкентай кезінде оның тұрып жатқан ауылына әлем жегіш деп аталатын алып Айдаһар шабуылдап, оның ауылын өртеп кетеді. Бала одан тірі қалған жалғыз адам болады. Ол ауылына қайтып оралғанда тек күл-қоқыс қалған болатын. Бала өзінің үйінің орнына келіп, анасының киім тоқитын тоқым әйнесін тауып алады, және оны өзіне анасынан қалған соңғы естелік деп біледі. Көп жыл өткен соң патша лордтың сарайында сұрапыл шайқас өтуде. Лордтың жиені Зой өзін ертегілердегі ұлы жауынгер елестетіп, үстіне сауытын киіп, түсінде көрген Айдаһарға ұмтылады. Бірақ оған мүлде бөлек Айдаһар елестеген болатын. Ол оның бөлмесіндегі Айдаһардың сұлбасынан әлдеқайда қорқынышты және үлкенірек. Алайда қыздың ойындағы сұрапыл айқасты лордтың жеке дәрігері үзеді, оны үстел басына шақырады. Тамақтанып отырған лорд бар ашуын төгеді. Қазір тіпті әлсіз Айдаһарды жеңетін ешқандай жүректі рыцарь жоқ деп. Олар ештеңе емес, тіпті горизонтта әлемжегіш Айдаһар пайда болған кезде Трубадураның сақшыларының өзі тайып тұрған. Лордтың өзі кезінде Айдаһар аулаушы болған, тіпті бұл салада жеткен бірнеше ерліктері бар. Бірақ бір күні ұйқысынан әр 20 жыл сайын оянатын, әлемжегіш Айдаһармен соғысып, содан бері көзі көрмейтін болып қалған. Сол сәттен бері лорд менмін деген көптеген рыцарларды әлемжегіш Айдаһардың басына жіберген. Алайда сол жерден мерт болып, немесе есінен адасып кетіп оралған. Дәрігер лордқа жиенін бұл жерден алыс жерге жіберуге кеңес береді. Өйткені көп өтпей бұл жердің бәрін тасталқанын шығаратын алып Айдаһар оянады. Оның ойынша Зойға қисық тісті әпкелердің монастыры жақсы болады. Бірақ лорд әзірше қыздан айырылғысы келмейді. Тамақтанып жатқанда олардың назарына қайтып келген рыцарь түседі. Лордтың алдына жете бергенде шаңға айналып жоқ болып кетеді. Бұл жақын арада пайда болатын әлемжегіштің көп өтпей келетінінің екінші белгісі болатын. Бұны түсінген лорд уақыт құртпай жиенін монастырға жібереді. Бірақ қыз өзі бұлай тез берілгісі келмейді. Қыз оларға батыр рыцарь керек екенін түсінеді. Қорқынышты құбыжықты жеңіп өздерін өлімнен құтқарып қалу үшін. Ал сол баяғы кішкентай Линчу өсіп Айдаһар аңшысына айналады. Жетімдер үйінде өскен ол сол жерде Гвиздо есімді алаяқпен танысады. Өздерінің фермаларына ақша табу үшін және де қой сатып алу үшін олар кәсіби түрде Айдаһарларға аңға шығатындай түр жасап жүреді. Оларға үлпілдек Айдаһар Гектор көмектесті. Ол иттің атын жамылып жүреді. Кейде өзінің Айдаһар екенін дәлелдеу үшін отты газ жіберіп отырады. Бұл жолы Линчу қиындықпен болса да фермадағы бақшаға түскен құбыжыққа қарсы тұра алды. Ол құбыжыққа қарсы тұрып жатқанда фермерлер тек күлумен болды. Ал Линчу өз ісін аяқтағанда оларға ақысын төлеуден бас тартты. Әрине Гвиздо оларға бұның дұрыс емес екенін айтуға тырысты, бірақ фермерлер айтқаннан қайтпады. Осыдан кейін Гвиздо досы Линчуға сен клиенттеріміздің алдында абыройға емессің, сондықтан да сен абыройлы көріну керексің. Ал кейде клиенттер төлеуден бас тартып жатса, сен олардың сазайын беру керексің дейді. Сол кезде ғана сені құрметтейтін болады. Бірақ Линчу бұндай істер үшін шамадан тыс мейірімді. Әңгімелесіп отқандарында олар қыздың айқайын естіп, оған көмекке асығады. Сөйтсе бұл электрлі Айдаһарлар мекендейтін орманға тап болған Зой екен. Линчу оны қауіпті Айдаһардан құтқарып қалғанда Зой оған дәл осындай рыцарь керек екенін түсінеді. Жігітке менің атам, егер сен әлемжегіш Айдаһарды өлтіретін болсаң, жақсы қаржы төлейтін болады деп уәде етеді. Гвиздо дереу келіседі, ал жол бойында Линчуды мақтағаны сонша Зойдың өз шешіміне күмәні қалмайды. Кәрі лорд Линчуды өз тәсілмен тексеріп, мұндай алып жігіт құбыжыққа қарсы тұра алу керек дейді. Кейін Айдаһар туралы өзі білетін мәліметтердің барлығымен бөліседі. Егер істі сәтті аяқтайтын болсаңдар, мен сендерді алтынға көметін боламын деп уәде етеді. Бірақ Гвиздо Айдаһар өмір сүретін жер шетіне қарай барғысы келмейді. Патша лорд оларды шығарып салған сәтте Гвиздо олардан алған авансымен қашып кеткісі келді. Бұл алдын ала берілген ақшаға ферма сатып алып, өзіміз қалағандай өмір сүретін боламыз дейді. Бірақ мейірімді Линчу өзінің лордқа берген уәдесін бұзғысы келмейді. Зой болса қисық тісті әпкелердің монастырына баруға ниеті болмай, Линчу мен Гвиздомен бірге жолға шығу үшін сарайдан қашып шығады. Осы сәтте Айдаһардың пайда болатынын білдіретін үшінші белгі пайда болады. Яғни мыңдаған кіші Айдаһарлар бірігіп шабуылдайды. Олар бірігіп үлкен Айдаһарға айналып Линчуға қарай шабуылдады.
Бірақ Линчу оларға қарсы тұрып, сендер ары қарай өте алмайсыңдар деп айтып, тіпті қарсыласын көпірден құлатып жібере алды. Бірақ соның салдарынан көпір қирайды. Гвиздо өзін әбден шаршатқан қыздан құтылғысы келген, бірақ жолын таппады. Өйткені оны қайта сол жолмен жіберу мүмкін емес, ал басқа жолмен қайтаруға оның ынтасы болмады. Орманға келгендерінде қызды осы жерде қалдырып кетейік дейді, бірақ Линчу бас тартады. Жол бойы қыз сөйлеп, Гвиздоның әбден зығырданын қайнатты. Сол үшін де қыздан ертегі оқығанда ұйықтап қалатынын білгенде, оған ертегі оқып беруге кіріседі. Зой расымен де ұйықтап қалады. Ол ұйықтап жатқанда Гвиздо тайып тұрғысы келген. Бірақ Линчу өтірік ұйықтап жатқандай түр жасайды. Солай Гвиздоның құрған жоспары құрдымға кетті. Таңға таман олар ар жағында әлемнің соңы болатын біртүрлі орманға жақындайды. Әлі ойынан қайта қоймаған Гвиздо команданы артқа қайтарғысы келген. Алайда осы кезде лорд жіберген рыцарь пайда болады. Әлемнің шетінде қалған Анато мырза есінен адасып кеткен. Ол Линчу бастаған топты одан әрі қорқытып жібереді. Онымен бірге артқа қайтатын жолда жүргенде оларға әлемдегі айдаһар мекендеп жатқан жерге барудан басқа амал қалмайды. Құпия орманға келгенде олар жаңа келеңсіздіктерге тап болады. Жаулы ниеттегі өсімдіктер оларға шабуылдап қашуға мәжбүрлейді. Осылай олар аспанда ұшып жүретін елестер қаласына тап болады. Сол сәтте оларға алдын өздері жеңген айдаһар шабуылдайды. Тығылатын жер тауып алған Гвиздо Зойды кіргізбей қояды. Сондықтан да қызға ыдыстың ішіне тығылуға тура келді. Линчу бұл уақытта айдаһарды жеңетін жолды да таба алды. Ол жауын бөліктерге бөліп тастап қашуға мәжбүр етті. Бәрі аяқталған соң Зой өзінің ренішін Гвиздоға білдіре бастайды. Сен мені құтқарғың келмеді деп. Ол Линчуға ұнамады, Гвиздомен ұрсып қалады. Гвиздо егер олар артқа қайтпайтын болса, өздерін өлім күтіп тұрғанына сенімді. Сондықтан да Линчу оның өзін қайтарып, Гектор және Зоймен бірге алдыға жылжиды. Ұрыс кезінде Линчу шалғыға ие болды, ал қайтып бара жатқан Гвиздоның жолында екі кішкентай айдаһар пайда болып, оның әбден есін шығарды. Осындай күйінде оны Линчу тауып алады, досын қайтарып алу үшін келген екен. Осы сәтте оларға ұшып келе жатқан айдаһардың отты іздері көрінеді. Көп күттірмей оларға шабуылдайды, бірақ оларға Линчу өзінің жаңа қаруымен лайықты тойтарыс бере алды. Бұл Зойды, Гекторды және есінен адасқан Гвиздоны құтқарып қалды. Осы сәтте Гвиздо да өз есіне келеді. Ал Зой болса биік тастан құлап аяғын жарақаттап алыпты. Қыз өлер алдында Гвиздоға сен мен үшін әлемдегі айдаһардан кек аламын деп айтшы деп өтінеді. Гвиздо расымен сен үшін кек алатын боламын деген соң Зой оларды құшақтай жөнеледі. Сөйтсе қыз оларды алдап расымен де оны жақсы көретін тексергісі келген екен. Ақыры олар үлкен айдаһар ұйықтауы керек әлемнің шетіне келеді. Оянып кеткен айдаһар шақырылмаған қонақтарға қарай шабуылдайды. Қорқу дегеннің не екенін білмейтін Линчу өзінің шалғысымен бірге оған жалғыз өзі қарсы тұруда. Қырсыққанда, денесіне соққы жасағанда қаруы майда бөлшектерге бөлініп кетеді. Сөйтсе сүйекті әлемжегішті өлтіру мүмкін емес екен, өйткені тірі күйінде оның көздері оттай жанып тұрады. Линчу бала кезіндегідей қорқыныштан басын жауып алып, айдаһардан алыс жерге тығылып қалады. Ал айдаһар болса тастармен бірге оның командасын жұтуға кірісті. Олар соңғы әлдері қалғанша қасарысты. Бұл жолы Гвиздо қиындық түскенде Зойды тастап кетпеді. Өткен шағына оралған Линчу қалай күл-қоқысқа айналған ауылына оралып, өзінің анасының тоқыма инесін тауып алған сәтті есіне алады. Сол сәтте ол жерге айдаһардың суретін сызып, оның көзін шұқып алған болатын. Бұл әлемжегіштің ең әлсіз тұсы екенін түсінген Линчу тоқыма иненің көмегімен оны жеңбек. Ашық түрде оған қарсы шығып, достарын босатуға мәжбүрлейді. Айдаһар оған қарай ұмтылды. Линчу болса оның көзіне жетуді көздейді, бірақ сәтті болмады. Бұлаздай оның бір тоқыма бізі түсіп қалды. Айдаһар оны өлтіргісі келді. Алайда Линчу түсіріп алған бізді ұстап алып, құлап бара жатқан күйі бізді айдаһардың көзіне қарай лақтырып қалады. Осы сәтте әлемжегіш жұтып қойған сәулелердің бәрі оны тесіп шығады. Осылай ол жарылып кетті. Бұл сәулелер әлемді өзгерте бастады. Оның бұрынғы көріктігі мен қауіпсіздігін қайта қайтарып, барлығы аяқталған сәтте Линчу жоғары көтеріліп, өзінің командасымен аман-есен жолығады. Осылай олар барлығы бірге қамалға оралады. Лордтың көру қабілеті қайта оралып, ал ауада қояндар ұшып жүр. Линчу мен Гвиздо Зойға егер қаласаң біздің фермаға қонаққа келіп тұрсаң болады деуде. Алайда олар қамалға оралған сәтте лорд оларға беретін ақшасынан бас тартады. Гвиздо қарсы тұруға тырысып көрді, бірақ бәрібір оларға ештеңесіз қайтуға тура келді. Оларды қуып жеткен Зой өзінің атасынан ұрлап кеткен алтын толы сөмкені көрсетеді. Қыз олармен бірге барайын деп шешеді, әйтпесе оны әпкелеріне жіберетін еді. Ал олармен бірге монастырда өмір сүру қызық емес.